Сәлем, менің каналыма қош келдік. Бүгінгі мастер-классымда шашқа арналған бантик тігетін боламыз. Қазіргі тренд болған бантикті бар жоғы 10 минутта тігеміз. Ол үшін бізге осындай өлшемдегі 3 деталь қажет. Мендегі мата атлас матасы, кез келген матадан тігуге болады. Созылмалы мата болмаса болды. Осындай өлшемдегі 3 деталь қажет және резинка қажет. Резинкамыз матаға түстес болу керек. Кез келген шашқа арналған резинка алсаңыздар болады. Бантикке қажетті заттарымыз дайын. Енді жұмысқа кірісеміз. Осындай 50-25 сантиметрлік өлшемдегі детальді алып қайырамыз. Оң бетін бір-біріне қаратып, шетін тігіп шығамыз. Келесі 25-35 өлшемдегі шашымызды бір-біріне оң бетін қойып, ортасынан бөліп шығамыз. Сонда бізде 2 деталь болады. Осы детальдің ұзын жағын бір-біріне оң бетін қойып, булавкалармен қадап аламыз. Булавкаларымызды қадап болған соң, шетінен 5 см өлшеп, бұрыш қылып сызып аламыз. Екеуін де бірдей етіп сызып аламыз. Осы сызған сызықтың бойымен тігіс түсіреміз. 3 деталімізға да тігіс түсіріп шығамыз. Үшеуін де тігіп болған соң, соңғы екеуін артық шетін тігістің қасына 1 см қалдырып қиып тастаймыз. Және оларды оң бетіне айналдырамыз. Бұрыштарын шығарып жақсылап айналдырамыз. Бұрыштарын иненің көмегімен шығарып аламыз. Ең үлкен деталімізді оң бетіне айналдырып аламыз. Айналдырып болған соң тігісі ортасына келіп тұру керек. Шетіне емес, ортасына келу керек. Енді осыларды жақсылап үтіктеп алдым. Енді осы үлкен деталімізді оң бетін бір-біріне қаратып, екі шетін қосып строчка түсіреміз. Соңғы тіккен тігісімізді ортасына келтіріп қоямыз. Ал енді бантигіміздің төменгі жағында түсіп тұратын 2 деталімізді осылай қойып аламыз. Бұрышы 2 шетіне қарап тұру керек. Ал үстіңгі жағын қолмен тігіп шығамыз. Екеуін қосып бүріп аламыз. Бантигіміздің астыңғы бөлігін дайындап қойдық. Енді жаңағы тіккен үлкен деталімізді бір рет осылай инемен тігіп аламыз. Одан кейін қолымызбен осылай әдемілеп келтіріп, жіпті 2-3 рет орап шығамыз. Жібімізді бантиктің арқасына түйіп қоямыз. Тігіп болған соң астыңғы бөлігін ыстық клеймен жабыстырып шықсаңыздар да болады. Жұмысыңыз сапалы болғанын қаласаңыз, осылай қолмен тігіп шығыңыздар. Осылай бантиктің арқасына қосып тігіп шығамыз.
Тігіп болған соң резинкамызды ортасына қадап тігіп аламыз. Қайта-қайта айналдырып тігіп шығыңыздар. Соңғы деталіміз 12-7 сантиметрлік детальді оң бетін бір-біріне қойып, ұзын шетін қосып тігіп шығамыз. Оң бетіне айналдырып аламыз. Айналдырып болған соң, бұның да тігістің ортасына келтіріп алыңыздар. Енді бұны бантигімізге қосып тігіп шығамыз. Бұл деталь бантигіміздің тігістерін жауып шығады, әрі осылардың барлығын қосып шығады. Алдымен осылай 1 сантиметр тігістіне беріп, жоғарыға қарай тігіп шығыңыздар. Дәл осы видеодағыдай істеңіздер. Осылай тігіп болған соң, тігісі астында қалатындай етіп, айналдырып, екінші шетін жаңағы бірінші тіккен шетінің үстіне қосып тігеміз. Осылай тігісін ішіне қарай салып жеріңіздер. Осы кішкентай лентамыз ұзын болып қалды деп тартып тікпеңіздер. Өзі кішкене бос болып тұру керек. Бұл тігіс соңғы тігіс болғандықтан тігісін бөлдіртпей, көрінбейтін тігіс түсіріп шықтым. Бантигіміз өте әдемі, сапалы болып шықты. Өзіңізге тігіп алсаңыз да немесе сыйлыққа берсеңіз де өте керемет зат. Видеом сізге пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.